Бұл әңгімені бастамас бұрын ұзақ ойландым. Жүрегіме өте ауыр тиді. Дегенмен, мына заманда өз жатырынан шыққан тәп-тәтті балапандарын көшедегі қоқысқа тастап кеткендер қаншама. Оған етіміз де үйренді. Енді бірі түсік жасатып, енді ғана жүрегі соққан періштені бөлшектеп өлтіргенін айтпасамды білесіздер. Бұл өмірде осындай күнәлі істің киесі болады. Осы оқиғаны оқып отырған аналар әлден өз қыздарыңызға қолдау білдіріп сырғасқандарыңыз жөн. Бұл біздің қоғамның шешімі жоқ, жойылмайтын дерті. Бейкүнә сәбидің киесі. 1 бөлім. Жап-жас бой жеткен кезім. Қаланың қарапайым қызымын. Орта мектепті бітіріп, оқуға түсе алмай, жылап қалғаным рас. Есімді жиып, бос жүрмей қалалық перзентханада еден жуушы болып жұмысқа кірдім. Ондағы кішкентай сәбидің іңгәлаған дауыстарына еріксіз құлақ түріп, өз жұмысымды жасап жүре бердім. Перзентхана. Тәп-тәтті сәбилердің жылаған дауыстары. Бірі жыласа, екінші сәби де қосарғанып жылайды. Бірі анасының үстін еміреніп тояттанса, енді бірі дүниеге келе сала, тірі жетім атанып, ана сүтіне жарымай шырылдаған сәбиге мейірбикелер әбден үйренген. Арада 1 жыл өте шықты. Жұмыстағы әріптестеріме қатты бауыр басып қалдым. Негізі мен көп балалы отбасында дүниеге келдім. Үйдің 10-шы перзентімін. Атанам бауырларым бар. Өте қарапайым отбасы едік. Әкем мұнайшы. Десе де өз қажетімді алып отырамын, деп жұмыс жасап жүргенім осы. 1 жылдан соң медколледжге оқуға тапсырдым. Басқа қалада тұратын әпкемнің қызы біздің үйде жатып оқуға келді. Мен оқуға қабылданып, әрі түнгі кезекшілік жұмысқа шығып, күндіз оқу. Солай студенттік өмір басталды. Bir күні демалыста әпкем тұратын қалаға баратын болып, бөлем екеуміз жолға шықтық. Ол қалаға барғасын кешке көшеде қыдырып жүргенде, жаныма жақындаған қымбат көлік айдаған, мұнайгазда жұмыс жасайтын Дәурен деген жігіт жанымызға тоқтады. Сыпайы сөздерімен өзін таныстырғанда, мен оның есімін жүрегіме сақтап алдым. Дәурен сымбатты, түрі де келіскен жігіт. Мен ешқандай жігітпен араласпағансын, ол жігіттің алдында ұялып, үнсіз тұра бердім. Сол кештен соң әлгі Дәурен ойымнан шықпай жүрді. Мен ұялып, үнсіз тұрғансын, ол жігітте менің номерімді сұрауға жүрексінген болу керек. Осылай мен өз қалама қайтып кеттім. Әдеттегідей жұмысымдағы кезекшілікте жүрмін. Арасында Дәуренді ойлап қоямын. Тағы жолым түсіп әпкем тұратын қалаға барып, Дәуренмен жақын танысып келдім. Дәурен әпкемнің үй жағында тұратын. Ол менің үй, телефон номерімді, мекен жайымды бөлімнен алған екен. Bir күні сабақтан келіп, түнгі кезекшілікке жиналып, жұмысқа асығыс киініп жатсам, Дәурен есік алдында көлігімен тұр. Оны көрген менің жүрегім тас төбемнен шықты. Бұрын маған олай ешқашан жігіт келмеген. Асыға сыртқа шығып, оған қарай жақындадым. Ол болса жинақталып, әдемі көлігінде күтіп отыр. Сәлем, сұлу қыз. Жұмысына жеткізіп салайын, деген соң көлігіне жайғастым. Жұмысыма жеткізген соң жай қоштасып кетіп қалды. Көлікте артық сөз болмады. Мен әлі ұялып жүрмін. Осыдан кейін күнде телефон шалады. Енді ғана сөйлесіп, араласып келеміз. Екеуміз де бір-бірімізді ұнатамыз, бірақ оның маған айтуға батылы жетпейді. Ал мен болсам бірінші болып сезімімді жеткізуге намыс көрдім. Негізі Дәурен аэропортқа көп келеді. Бастықтың жүргізушісі болып жұмыс жасайды екен. Бастығын күтіп алып, шығарып салу оның жұмысы. Сол себепті мен тұратын қалаға жиі келеді. Келген сайын маған соғып, жұмыста болсам да, сабақта болсам да, мені бір көріп кетеді. Осылай жиі көрісіп жүрдік. Bir күні жұмыста отырсам, телефон шырылдап, жұмысқа келіп тұрғанын айтты. Асығып жүгіріп, бетімді әрлеп, халатымды жөндеп, сыртқа мусор төгемін деп шығып кеттім. Дәурен мені бір құшақ гүлімен күтіп тұр. Маған қыз бен жігіт болып жүрейік деп ұсыныс жасауға келген екен. Іштей қуанып барамын, сәл назданып, ойланайын деп жұмыс орныма кете бардым.
Ол болса 3 күннен соң қалаға келетінін айтты. 3 күнде өте шықты. Үй жақтағы дүкеннен үй телефонына қоңырау соғылды. Тұтқаны алсам, Дәурен екен. Асыға киініп сыртқа шықсам, бір топ достарымен келген. Алдағы жаңа жылдық кешке шақырып тұр. Сол күні біраз қыдырып, қоштасып, өз қаласына кетіп қалды. Жаңа жылға санаулы күндер қалды. Мен үйдегілерден сұранып, бөлем екеуміз жаңа жылды Дәурен тұратын қалаға барып қарсы алдық. Әлгі Дәурен шақырған жаңа жылдық кешке бардық. Біз келсек, кеш басталып жатыр. Өте жақсы кеш болды. Қайтарда мені шығарып салған Дәуреннің жібергісі жоқ. Ұзақ жібермей көлікте отырды. Мені қатты сүйетінін айтып, біраз сырғасқанымыз әлі есімде. Өз қалама қайтар уақытта Дәуреннің өткендегі ұсынысына «я» деп жауап бердім. Мені көтеріп алып балаша қуанды. Мені қатты жақсы көреді. Мен де оны алғаш көргеннен ұнатқан едім. Күндер өтіп жатыр. Бір-бірімізге бауыр басып, бір жылдай жүрдік. Кейін, бір отырыстан кейін, екеуміз де сезімге беріліп, мен пәктігімді сыйладым. Сол бір күннен соң аяғым ауырғады. Ешкім ештеңе білмей тұрғанда Дәурен екеуміз той қамына кірістік. Бірақ екеуміздің де ата-анамыз қарсы болды. Мен шарасыздан әпкеме аяғымның ауыр екенін айттым. Анама айта алмадым, батылым жетпеді. Анам болса, тұрмысқа шықпайсың деп ұрысты. Сөйтсем, анам Дәуреннің ажырасқан, баласы бар екенін біледі екен. Осы уақытқа дейін мен ол жайлы тіпті білмеймін. Ешкім ештеңе айтпады. Дәуреннің анасы болса, отбасына қайта қосыл, балаларыңды ойла, екінші рет үйленуге батамды бермеймін деп анасы мені келін етуге қарсы болған. Ал мен болсам не істерімді білмей қиналып жылай бердім. Жалғасы бар.